Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жазира Нұрғазы, менің арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі ерекше нәзік Наполеон торттарын жасайтын боламыз. 2 жұмыртқаның үстіне тұзымызды салып, венчикпен соғып аламыз. Уксусымызды құямыз. Үстіне салқын суымызды құямыз. Венчиктің көмегімен әбден араластырып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Ұнымыздың үстіне салқын сармайымызды алып, оны үккіштен өткізіп аламыз. Содан соң барлық сармайымызды ұнмен осылай қолымыздың көмегімізбен уатып шығамыз. Осындай песочный тесто шығу керек. Ұнымызды осылай ортасын ашып дайындап алып, үстіне сұйықтығымызды құйып, қатпарлы қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін осындай қалташаға салып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Мен дайын болған қамырдың тек жартысын ғана пайдаландым. Жартысынан самса немесе басқа да қатпарлы пирожнилар дайындауға болады. Менде осындай 6 корж шықты. 6 корждың 5-еуін ортасынан бөліп 10 қаттар етемін, және 1 коржды әсемдеуге пайдаланамын. Енді тортымыздың кремін дайындаймыз. Алдымен сары майымыздың өзін миксермен осылай ағаранша соғып аламыз. Содан кейін сгущенкасын қосып, тағы да миксермен араластырып соғамыз. Міне осындай өте дәмді әрі нәзік қатпарлы Наполеон тортымыз дайын болды. Ас болсын, сіз де жасап көріңіз.